Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет қасиетті Рамазан айына жалпы жастар секторіне арнайы жұмыс жоспарын бекіткен болатын. Сол жастар секторының жұмыс жоспарында барша өкілдіктерге берген тапсырмаларында жалпы мешітке келуші жастарға жастар сектор атынан ауызашар дастарханын жаю болатын. Бүгін осы жалпы жоспар аясында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қостанай облыстық Аймағамбет Қажы Испанұлы мешітінде жастар секторының ұйымдастыруымен мешітке келуші 100 жамағатқа ауызашар дастарханы жайылып отыр. Қазір Құдай қаласа жастарымызды ақшам намазын оқып болғаннан кейін дастархан басына шығарып, уағыз насихат айтып, жалпы Рамазан айының құндылығы турасында насихаттар жүргізетін боламыз. Бұл енді жастар секторы атынан ауызашар дастархан жайылып отыр. Алла қаласа қазір сол сіздерге уағыз насихатын айту үшін облысымыздың бас имамы Бектұрсын Қажы Торғайбайұлы ағамыз арнайы келіп отыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аса қамқор, ерекше, мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Қадірлі, құрметті біздің елдің болашағы, елдің келешегі жастарымыз, мешітке келуші барша жамағат, баршаңызды мешітке қош келдіңіздер. Мінекей осы Рамазан айы басталғалы бері айтылып жатқан насихаттар, тілек дұғалар баршасы қабыл болсын. Біздің еліміз мінекей Аллаға шүкір тәуелсіз мемлекетіміз бар. Биыл өздеріңіз білесіздер, тәуелсіз мемлекетімізге, егемендігімізге 35 жыл болып жатыр. Сондықтан да осы еліміздің ары қарайғы дамуы, осы еліміздің ары қарайғы өркендеп гүлденуі әрине бұл баршамыздың жауапкершілігімізде. Соның ішінде әсіресе жастардың қолында. Сол себепті біздің жастарымыз иманды, ималы болса, намысты, жігерлі болса, білімді, ғылымды болса, Құдай қаласа біздің мемлекетіміздің өркениеті де өрге баса береді. Сол себептен баршамызға тілеріміз, құрметті жастар, құрметті бауырлар, Алла Тағала баршаңыздың ойлаған хайырлы мақсаттарына жеткізсін. Алла Тағала осы елімізге Абай атамыз айтқандай, сен де бір үш дүниеге кетігін таптап барқаның деп, осы мемлекетке мен не істей аламын, қандай үлесімді қоса аламын деп, соған қызмет істеуге Алла нәсіп етсін, Алла күш-қуат берсін. Пайғамбарымыздан келіп сұрайды осы сахабалар, е Алланың елшісі, осы дүниедегі ең жақсы адам кім деп? Онда пайғамбарымыздың берген жауабы, дүниедегі ең жақсы адам ол қоғамға пайда істеген адам деп жауап берген. Сол себептен осы қоғамға өзіміздің үлесімізді қосып, бір-бірімізге қолымыздан келгенше қамқорлықта, жанашырлықта, мейірімдікте болуды Алла нәсіп етсін. Қадірлі, қымбатты біздің жастарымыз, жамағатымыз, ойласып қарасаңыздар, қандай да бір күнәға апаратын нәрсеге біз ақша жұмсап кіреміз. Жай ғана айтайын, түнгі клубтар тегін ба? Азартный ойын ойнайтын алаңдар тегін ба? Ақшамен кіресіз. Барлық жамандықтың кілті болған пайғамбарымыз айтады, ол арақ дейді. Ол арақ тегін ба? Сатып аласыз. Сол күнәға апаратын барлық нәрсенің бәрі сатып аласыз да түбінде күнәға батасыз. Ал керісінше жақсылыққа бастайтын нәрсе ол тегін. Мысалы, мешіттің есігінің алдында тұрып, платный деген мешітті көрдіңіз бе? Аллаға шүкір, мешіттеріміз айқара ашық. Мешітке келгенде таудай күнәмен келеміз де, маңдайымыз сәждеге тиген кезде бүкіл күнәмізден арыламыз. Алланың қалауын қараңыздар. Осы жерде біздің жастарымыз көп ойласу керек. Күнәні сатып аламыз, ал Алланың бізге берген мейірім, рахымын, сауабын біз тегін ала аламыз. Сол себептен қолда барды қадірін біліп, біздің мешіттерге келіп, ұстаздардан, имамдардан жақсы тәлім алып, уақытымызды босқа өткізіп алмайық, құрметті жастар. Алла Тағала сіздерге ғұмыр берсін. Ең бастысы баршамыздың жүрегімізге, көңілімізге кәміл иман берсін. Ата-анамызды құрметтейік, үлкендерді құрметтейік, өзіміздің кішілерге қолымыздан келгенше кеңес беріп, ізет көрсете берейік. Оразаларыңыз қабыл болсын.